Қолдың қуатымен былай полный салсақ, көп нагрузка предплечьеға түседі, мынаған түседі. Ал егерде былай ұстайтын болсақ, былайына ұстайтын болсақ, көп нагрузка арқа бұлшықетіне түседі. Арқа бұлшықетіне. Сосын міндетті түрде лопатканы қосамыз. Мына қоссақ, міне былай бос тұрып, полный бейістет. Мына лопатканы қоссақ, аяқ осылай. Міне хватты осылай ұстадық. И жаңағыны осылай тартылдық. 5 секунд ұстап тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ұстадық. Бір рет тартылдық. И келесі бала бір рет тартылады. И одан кейін сен 2 рет тартыласың. Одан кейін сен де дос балаң 2 рет тартылады. Так, тағы да турник көбейтудің ең эффективный жолы, например,